Ақшамен қаншалықты доссыз? Психологиялық тесттен өту үшін суреттегі 4 әмиянның бірін таңдаңыз. Бірінші әмиян. Сіз қазіргі уақытта ақшаға қатысты негатив ойларды көп ойлайсыз. Тіпті қаржыға қатысты қарапайым әңгіменің өзі сіздің ашуыңызға тиеді. Сіз қалтаңызда үнемі мол ақшаның болғанына үйреніп қалғансыз. Ақшаңыз бір нәрсеге жетпей қалса болды, ашулана шығасыз. Үнемдеуді білмейсіз. Сізге қаржылық табысыңызды арттыратын жұмыстарды жасау қажет. Соған көбірек күш салыңыз. Бойыңыздағы негативті энергиямен күресіңіз. Ақша энергиясы мен негатив бір-бірімен ешқашанда үйлеспейді. Ақшаны қашырып жібереді. Қазір қиялға ерік бермей әрекет етуіңіз керек. Сізге осы видеоның соңында айтылатын тазару емі көп көмектесе алады. 2. Ақшаға өте қатты адамсыз. Сауатты түрде жинайды, жұмсайды білесіз. Жұмысыңызды бәлкім мені бастықтар көтеріп қалар, айлығымды өсіріп жіберер деген ниетпен тыңғылықты әрі артығымен істейсіз. Бірақ бір кемшілігіңіз бар. Қанша ақша тапсаңыз да ол сізге аз, тоймайсыз. Өзіңізді сыйлап, бағалауды үйреніңіз. Өзіңізді мақтаңыз. Сонда сіз өзіңіз қалаған ақшаға қол жеткізе аласыз. 3. әмиян. Өміріңізде тұрақтылық жоқ. Сондықтан да өзіңіздің материалдық жағдайыңызға қанағаттанбайсыз. Сізге жұмыс кестесін, болмаса түпкілікті жұмысыңызды ауыстыру керек. Жоспар құруға уақыт бөліңіз. Бұл жұмыс барысында өсуде нені қалайтындығыңызды түсінуге көмектеседі. Сауда жасар алдында да алдымен бәрін жоспарлап, алатын затыңыз сізге қажет пе, соны нақтылап алыңыз. 4. әмиян. Сіздің қаржылық жағдайыңыз жақсармайды, себебі сіз оны қаламайсыз. Осы қолымдағы барым жетеді, қанағаттанамын дейсіз. Әрине, бұл сіздің таңдауыңыз. Ақшаны дұрыс реттеу, жұмсау жағынан қатты қиналасыз. Сізге өзіңізді көтеретін мотивациялық күш жетіспейді. Қаржы сауаттылығын арттырыңыз. Кейде қажет емес ау деген нәрселерді сатып алмай кейінге қалдырасыз. Бұл жақсы әрине. Қаржылық мәселелер шықпай тұрып, оны алдын ала сезіп отырасыз. Құрметті көрермен, сіз қай әмиянды таңдадыңыз? Құрметті достар, егерде бастаған істеріңіз алға баспай, ұйқы қашып, жиі мазасызданып жүрсеңіздер, тазару емінен өтуге шақырамыз. Тазару емі адам бойындағы жаман негативтерді, тіл көзді, қарғыс пен қарадуаны жойып, адамның жолын ашады. Емге тіркеу жақында тоқтайды. Тіркелу үшін WhatsApp-қа жазыңыздар. WhatsApp нөмір 8 700 212 47 25. Жаңа жылды тіл көзсіз, қарадуасыз, негативсіз бастаңыздар.